Бүгінгі менің алғашқы қонағым атақты блогер Гопстер. Каналыңыздың аты неге Гопстер? Алишер деген бір түрлі банально. Ютубтан көп көрінбей кеттіңіз. Оның себептері не? Осы жылы НТ болды, оқуыма түстім, сол проблемамен жүріп қалдым. Болашақта кино түсіру ойыңызда ма? Біраз талпындым мен кино түсіруге, бірақ бұнымнан ештеңе шықпады. Алдағы уақытта менің атымнан жақсы кинолар шығып қалар. Если сатсаңыз, қаншаға сататын едіңіз? Менің каналымды максимально 700 мыңға сатшы деп сұрады. Ютубқа қарсы болдыңыз? Басында ата-анам қарсы болды. Түсінбеді оны. Ары қарата жалғастырдым сонда. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Мансур. Балалы YouTube жобасына қош келдіңіздер. Бүгінгі менің алғашқы қонағым, ол 73 мың подписчигі бар атақты блогер Гопстер. Ендеше бірге қарсылайық. Кеттік. Ассалаумағалейкум. Көргеніме қуаныштымын. Рахмет, сұхбатымыз бастаймыз. Жақсы. Кеттік. Алишер аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Алишер деп атайсың ба? Сізді ютубтан көріп бақылап жүрмін. Видеоларыңыз сапалы, жақсы. Сізге қояр бірінші сұрағым, ол каналыңыздың аты неге Гопстер? Гопстер дегенде ешқандай мағына жоқ. В общем, оны дос балымыз екеуміз тауып алдық. Әріптес басы өтірік маған каналыма ник керек болды. Алишер деген бір түрлі банально. Сондықтан әріптес бас отырып дос балым екеуміз Гопстер деген никті тауып алдық. Солай Гопстер болды. Гопстер, сіздің шын атыңыз кім? Қай жылғысыз? Қай өңірденсіз? Менің шын атым Есжанов Алишер, 2002 жылғымын. Осы Сартау, микрорайон Сартау. Қашаннан бері ютубтан жұмыстанып жүрсіз? Ютубты мен 2018-де бастадым. Осы 2 жыл бойы жинаған подписчигіміз. Ютубтан көп көрінбей кеттіңіз. Неге? Оның себептеріне 10 айдан бері жоқсыз? 10 айдан бері мен бос емес болдым. Осы жылы НТ болды, оқуыма түстім, сол проблемамен жүріп қалдым. Бірақ әлі де жалғастыратын ойым бар. Сіздің болашақ мақсатыңыз не? Осы блогерлік саласымен айналысу ма? Әлде қалай? Негізі басында видео түсіріп жүргенде бұл менің хоббиім болды тек қана. Бара-бара солай жұмысыма айналып кетті. Қазір мен институтқа түстім, режиссер. Бұл болашақ салама айналар мүмкін. Оқуды бітіріп институтқа түстіңіз, енді балалығыңыз қалай өтті? Балалығым жақсы өтті. Осы ютубпен 2 жыл бойы видео түсіріп келдім. Жақсы өтті. Мектепте қандай оқушы болдың? Бір сөзбен айтқанда самый популярный оқушы болдым 11-ші класста. Компьютерлік ойындар ойнайсың ба? Компьютерлік ойындар ойнамаймын. Өйткені менде компьютер жоқ. Телефоннан? Телефоннан да ойнадым. Free Fire, Hook, соларда ең бірінші шығып жатқан кездерде. А бұл қазір ойнамаймын. Free Fire'да рейтинг қандайға шейін жеттіңіз? Free Fire'да алмаз 3-ке дейін бе жеттім, ара түштім. Ютубтан табыс тапқан кезіңіз болды ма? Ютубтан табыс таптым. Бірақ мен оны қазір айта алмаймын. Негізі ютубтан ақша көбінесе неден келеді? Рекламадан, сайттардан әртүрлі. Сол жағынан көп таптым. Ютубта сізге хейт толып кетті. Олардың сынынан ал дейсіз? Негізі мен хейтерларға көп қарамаймын, но көріп қалғандарым бар. Гопстер мен ақшаға лақтырып кетті, Гопстер маған комментарий жазып кетті дегендер көп. Олар просто хайп үшін істеп жатыр да, бұны менің арқамда көтерілу үшін, сондықтан мен көп ондай назар аудармаймын. Бірақ оған алданып қалып жатқан адамдар көп. Жаңа айттыңыз, Сартауда тұрам дедіңіз. Мен де осы Сартауда тұрам, 50-ші мектепте оқып жатырмын. Сіз де 50-ші мектепті бітірдіңіз, е? Мен 50-ші мектепті бітірдім. Мектепте үлгеріміңіз қандай болды? Мектепте үлгерім өтірік айтпай қояйын, өте нашар болды. Ерініп оқымадым, в общем, саған жақсы қыз.
Сізге мұғалімдеріңіз ютубты тыста, ютубты қой деп айтты ма? Олай мұғалімдер негізі айтқан жоқ, мен қолдады, таңғалды, мақтады, үшім қарсы болған жоқ. Сізге класстастарыңыз ютубты жаңадан бастап жатқанда бір қасыңыздағы балдар қой бұл жарамайды, сен ютубе шықпайды деген кездер болды ма? Қазір де сол айтады негізі. Көп ешкім мені қолдаған жоқ, мен тек өзіме сендім, өз күшіме сендім, естіп осындай жетістікке жеттім. Сізді көшеден балалар көрген кезде сізге фотоға түсейік деп фотоға түсіп, сізді танып жатыр ма? Фотоға келіп, амандасып түседі. Бір рет осы Сартауда жүргенде бір топ бала, кішкентай балдар ұсталып, фотоға түсіп, құшақтап, осы жермен ұстап қалды. Сізге директте сұрақтар көп түсе ма, қыздардан көп келе ма, әлде ұлдардан көп келе ма? Маған инстаграмнан көп сұрақтар түседі. Оның көбі кішкентай балдар, өзімнің қарындасыммен бір құрдас қыздар, сондай кішкентай балдардан общем не көп түседі сообщениялар. Былай өзімнің құрдастарым, өзімнен үлкен адамдар есімейді, жазбайды. Орталықта, жазира жақтарда, универмагта балалар ұйымдасып жүреді, жас жігіттер. Ал мына Сартауда ұйымдасып келе жатыр ма? Біз ұйымдасып жүреміз. Сартау шағын аудан болғандықтан мен барлығын танимын Сартауда. Сартаудағылар бәрі мені таниды. Бәріміз ұйымшылмыз ғой. Қазіргі оқып жатқан мамандығыңыз қандай? Қазіргі оқып жатқан мамандығым режиссер. Режиссурға өзім қалап түскен мамандығым. Өзім бала кезден видеомен айналысқанға, сонда видео түсіргендерге көп қызығамын. Сондықтан бала кезімнен осы актерский, режиссерский неге түсуді армандадым. Осы 2020-да мен видеоинститутқа режиссура мамандығына түстім. Болашақта кино түсіру ойыңызда ма? Болашақта кино түсіру ойымда бар. Біраз талпындым мен кино түсіруге, бірақ бұнымнан ештеңе шықпады. Алдағы уақытта менің атымнан жақсы кинолар шығып қалар. Қазіргі жастар көбінесе вайндар, тикток түсіріп кетті. Сізде сондай жоспарлар бар ма? Әзірше мен ондай жоспарлар жоқ. Бірақ мен қазір инстаграмнан видеолар түсіріп жүрмін. Қаралғыңыз келсе, инстаграмнан тіркеліп кетіңіздер. Есжанов жағында. Сіздің басында ата-анаңыз ютубқа қарсы болды ма сізге? Басында ата-анам қарсы болды. Түсінбеді оны. Мен бірақ арғада жалғастырдым түсіруімді. Сосын жайлап оларды келісті видеоларымды көріп. Қазір келіседі, маған айтып қояды, ютубты неге сап кеттің, видео түсірмейсің бе деп. Сіз мектеп кезінде хулиган болдыңыз, балдармен көп төбелесіп сөйтіп жүрдіңіз бе? Мектеп кезінде ондай мен төбелестерге көп нелерге қатысқан жоқпын. Бірақ мектеп кезінде ондай көп болады. Видеоны немен түсіресіз және де қандай программалармен монтаждайсыз? Айтсам ешкім сенбес, но мен бірақ обычный телефонмен түсіремін, обычный телефонмен монтаждаймын. Монтажды Power Director деген сайтпен жасаймын. Ал превью соларды Pixarts деген программамен. Монтажға көбінесе ұзақ болса бір аптадай уақыт кетеді, ал аз уақыт минимум кем дегенде бір 2-3 күн бар. Сіздің каналыңызда қазір 73 мың жазылушы бар. Соған сізге осы каналды сатшы дейтіндер бар ма? Ондай сұраныстар көп келеді, маған көп жазады, бірақ бұл канал маған ыстық, бүкіл естеліктердің бәрі сонда сату жалко как-то. Если сатсаңыз, қаншаға сататын едіңіз? Менің каналымды максимально 700 мыңға сатшы деп сұрады. Видео түсірердің алдында сізде қорқыныш бола ма? Видео түсірерде әрине қорқыныштар болады. Мен камераны қосқанда сөздерімді ұмытып қаламын, сөзімді жеп қоямын. Көп дубль жасап әйтеуір осы видеомызға. Менің жаңадан ашып жатқан каналыма айтар ойыңыз? Жаңадан ашып жатқанда ең бастысы ешқашан тоқтамау керек. Саған хейт болуы мүмкін, ешкім қолдамауы мүмкін. Бірақ сен ешкімге қарамай, ешкім сөзін тыңдамай, алға өзің мақсатыңа не істей беру керексің. Берер не мақұлым осы. Сізге көп рахмет. Жақсы, көмектескеніме қуаныштымын. Каналың дами берсін, ешқашан тоқтама.
сол кезде сен жетістіктерге жетесің. Ең бастысы ешқашан да тоқтама.